Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет ісіктен арылтатын саси сусын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өте пайдалы, өте керемет сусын, 7 күнге 7 түрлі сусын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ісік болып жатса, семіздік болып жатса, сіздерге өте жақсы көмектесетін болады. Ең алдымен осылай барлығын майталап, ұсақтап, турап аламыз. Енді өздеріңізге керекті ыңғайлы ыдыстарымызды алып, бірінші ыдысқа лайм саламыз және мята саламыз. Екінші ыдысымызға екінші күндік лимон саламыз және лайм саламыз. Оның үстіне мята саламыз. Үшінші ыдысымызға қияр, одан кейін лимон саламыз. Міндетті түрде барлығына мята салатын боламыз. Барлық ыдыстарымызға мята қосамыз міндетті түрде. Төртінші ыдысымызға алма саламыз. Алманы ашып салсаңыздар да, ашмай салсаңыздар да бола береді. Алма және сельдерейдің жапырағы болса, майдалап, ұсақтап, турап салсаңыздар да болады. Болмаса қатты жерін осылай турасаңыздар да болады. И лайм саламыз. Міндетті түрде бұған да мята қосамыз. 5-ші күнге лимон саламыз, лайм қосамыз және де мята қосамыз. 7 күнге 7 түрлі керемет сусын дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарияның астына барлығына қанша мөлшерде, қанша кететін бәрін жазып кететін боламын. 6-ші күнгі сусынымызға ананас саламыз және мята саламыз. 7-ші күнгі сусынымызға алма саламыз, мята саламыз және лимон саламыз. Осылай барлығын салып болған екен, үстіне міндетті түрде жылы су құямыз. 3 сағатқа қалдырасыздар, болмаса 3 сағат бір күнге қалдырып ішсеңіздер де болады. Осылай бәріне жылы су құйып, 3 сағатқа қойып қойсаңыздар, ішіндегі өзінің жемістер өзінің дәмін береді. Керемет сусын міндетті түрде жасап ішіңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай пайдалы видеолар бар менің каналымда. Көптеген видеоларды көрсеңіздер болады. Және де алдағы уақытта да осындай керемет видеоларды түсіретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет, қош сау болыңыздар.